Менің атым Айнұр. Осы оқиғаны айту маған әлі күнге дейін ауыр. Арнаға тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Сондай-ақ пікірге қай қаладан және не сағат қаншада тыңдап отырғандарыңызды жазып кетіңіздер. Бүгінде мен 40-қа таядым. Бірақ осыдан бірнеше жыл бұрын болған бір оқиға өмірімді екіге бөлді. Бірі сол күнге дейінгі бақытты өмірім, екіншісі сол күннен кейінгі өмірім. Мен жолдасым Ерланмен 12 жыл бірге тұрдым. Алла бізге егіз ұл сыйлады. Үлкеннің аты Әли, кішісінің аты Әлихан. Екеуі 4 жаста еді. Біздің үйдің қуанышы болатын. Таңертең көзімді ашсам, екеуі төсегіме келіп мініп алады. Кешке жұмыстан әкелері келсе, жарыса жүгіріп алдынан шығатын. Екеуі бір-бірінен бір қадам ажырамайтын. Сондықтан біз оларды қос жүрегіміз деп атайтынбыз. Бір күні Ерлан: балаларды шетелге апарайық, естелік болсын деді. Бастапқыда қорқтым, бірақ кейін келістім. Сөйтіп Таиландқа жолдама алдық. Балалар ұшаққа мінетін күнді асыға күтті. Күн сайын: анашым, Таиландқа қашан барамыз? Деп сұрайтын. Ақыры көптен күткен күнде келді. Біз Алматыдан ұшып, бірнеше сағаттан кейін Таиландқа жеттік. Бәрі ертегідей көрінді. Ауа райы жылы, теңіз көгілдір. Адамдардың бәрі күлімдеп жүреді. Балалар да ерекше қуанып кетті. Алғашқы 3 күн өте жақсы өтті. Теңізге түстік, серуендедік, суретке түстік. Мен сол күндері өзімді әлемдегі ең бақытты ана сезіндім. Егер сол кезде бірнеше күннен кейін балаларымды соңғы рет көретінімді білгенімде, ешқашан бұл сапарға шықпас едім. 4-ші күні біз Бангкоктағы үлкен сауда орталығына бардық. Мыңдаған адам жүр. Жан-жақтан әртүрлі тілде сөйлеген дауыстар естіледі. Балалар бәріне қызығып қарай береді. Мен олардың қолынан ұстап келемін. Бірақ бір сәтте бәрі өзгерді. Бірақ сәтте. Сол күн біздің отбасының ең қорқынышты күніне айналды. Сауда орталығының іші адамға лық толы еді. Әли мен Әлихан бірде оң жаққа, бірде сол жаққа қарап, бәріне қызығып келеді. Мен олардың қолын жібермеуге тырыстым. Бірақ балалар ғой, бір орында тұрмайды. Бірінші қабаттағы ойыншық дүкенінің жанына келгенде Әли: анашым, қарашы, машина! Деп айқайлап жіберді. Екеуі де витринаға жақындай түсті. Мен олардың артынан еріп келемін. Сол кезде телефоныма Қазақстаннан әпкем қоңырау шалды. Айнұр, жеттіңдер ме? Демалыс қалай? Деп сұрады. Мен 1-2 минут сөйлестім. Көзім балаларда болды деп ойладым. Бірақ қоңырауды аяқтап алдыма қарағанымда жүрегім зу ете қалды. Балалар жоқ. Алғашында қорықпадым. Жақын жерде жүрген шығар дедім. Әли, Әлихан! Даусым адамдардың шуына сіңіп кетті. Жан-жағыма қарадым. Ешкім жауап бермеді. Бірнеше қадам жүгіріп бардым. Ойыншық дүкенін түгел қарап шықтым. Жоқ. Балалар жоқ. Сол сәтте денем мұздап кеткендей болды. Қолым қалтырай бастады. Әли, балам! Даусым дірілдеп шықты. Айналамдағы адамдар маған таңырқай қарай бастады. Мен бір қабаттан 2-ші қабатқа жүгірдім. Әр бұрышқа қарадым. Дәретханаларды тексердім. Ойын алаңына бардым. Бірақ балалардан із жоқ. Сол кезде Ерлан келді. Ол дүкеннің басқа жағында жүрген. Мені көрген бетте бір нәрсе болған түсінді. Не болды? Балалар жоқ. Қалай жоқ? Таппай жатырмын. Ерланның жүзі әп-сәтте өзгеріп кетті. Ол ештеңе деместен жүгіріп кетті. Екеуміз 2 жаққа бөлініп іздей бастадық. 1 сағат өтті, 2 сағат өтті. Балалар табылмады. Сауда орталығының күзет қызметі келді. Олар камераларды тексеретіндерін айтты. Мен сол орындықта отырып жылап отырдым. Көз жасым тоқтар емес. Олар қорқып кеткен шығар. Мені іздеп жүрген шығар. Қазір жылап отырған шығар. Осы ойлар жанымда жегідей жеді. Кешке қарай полиция келді. Аудармашы арқылы сұрақтар қойды. Балалардың суреттерін алды. Киімдерін сұрады. Біз бәрін айтып бердік. Түн ортасы болғанда полиция қызметкері камерадан бір нәрсе тапқанын айтты. Мен орнымнан атып тұрдым. Не көрдіңіздер? Полиция қызметкері экранды көрсетті. Экранда Әли мен Әлихан жүр. Екеуі де қол ұстасып алған. Бірақ жанымызда емес, өздері ғана. Олар адамдар көп жермен бір жаққа кетіп бара жатыр екен. Ал бірнеше секундтан кейін камера кадрынан мүлде жоғалып кетті. Сол кадр балаларымды соңғы рет көрген сәт болып шықты. Мен экранда қарап қатып қалдым. Жылағым келді, айқайлағым келді, бірақ дауысым шықпады. Әли мен Әлихан дәл сол жерде еді. Тірі, аман. Бірақ біз оларға жете алмадық.
Полиция қызметкері камераны қайта айналдырып көрсетті. Біз бейне жазбаны қайта-қайта қарадық. Мүмкін бір нәрсені байқап қалармыз деп үміттендік, бірақ ештеңе өзгермеді. Балалар адамдардың арасына кіріп кетті де, із-түзсіз жоғалды. Сол түні біз қонақ үйге оралмадық. Ерлан екеуміз таң атқанша көшелерді араладық. Суреттерін көрсетіп адамдардан сұрадық. Кафелерге кірдік, дүкендерге кірдік. Көшеде жүрген адамдарға да көрсетіп шықтық, бірақ ешкім көрмеген. Таң атқанда менің аяқтарым жүрмей қалды, шаршадым. Бірақ тоқтағым келмеді. Өйткені мен тоқтасам, балаларынан алыстап кететіндей сезіндім. Келесі күні Қазақстандағы туыстарымыздың бәрі хабарласа бастады. Анам жылап телефон соқты. Қызым, табыла ма? Мен не айтарымды білмедім. Өзімде жауап іздеп жүрген едім. Күндер өте бастады. 1 күн, 2 күн, 3 күн. Бірақ балалардан ешқандай хабар болмады. Полиция іздеу жұмыстарын жалғастырып жатты. Бірақ олардың сөзінен де үміт азайып бара жатқанын сезетінмін. Ал мен болсам, әр таң сайын балаларым табылатын шығар деп оянатынмын. Әр 8-9 кеш сайын сол үмітімнің күл талқаны шығып отырды. 5-ші күні мен балалардың киімдерін құшақтап жыладым. Қонақ үйдегі бөлме маған түрме сияқты көріне бастады. Әлидің кішкентай аяқ киімі бұрышта тұр. Әлиханның ойыншығы төсектің жанында жатыр. Бәрі орнында, тек балаларымға асық. Сол кезде жүрегімде алғаш рет қорқынышты ой пайда болды. Егер олар мүлде табылмаса ше? Мен сол ойдан қатты қорықтым. Өйткені ана жүрегі ем жаман нәрсені сезгенімен соған сенгісі келмейді. Күндер өте берді, ал біздің үмітіміз бірде жанып, бірде сөніп жатты. 6-шы күн, 7-ші күн, 8-ші күн. Балалардан ешқандай хабар жоқ. Полиция күн сайын бір ақпарат табылғанын айтып шақырады. Біз асығып барамыз, бірақ әр жолы үмітіміз ақталмайды. Бір күні Ерлан екеуміз теңіз жағасында отырдық. Бұрын дәл осы жерде балалар құммен ойнаған еді. Әлі құмнан үй салған. Әлихан теңізге тас лақтырып жүрген. Мен олардың күлкісін әлі еститіндеймін. Бірақ айналада үнсіздік. Ерлан ұзақ уақыт үндемей отырды. Сосын кенет: біз оларды табамыз деді. Даусысы сенімді шыққанымен көзінен қорқынышты көрдім. Өйткені ол да мен сияқты шаршаған еді. Сол түні қонақ үйге келгенде балалардың киімдерін жинай бастадым. Бір жейдені қолыма алдым, иіскедім. Балаларының иісі әлі кетпепті. Сол сәтте көз жасымды тоқтата алмадым. Ерлан да сыртқа шығып кетті. Алғаш рет оның да жылап тұрғанын көрдім. Ол менен жасыруға тырысатын. Бірақ әке жүрегі де ана жүрегі сияқты ауырады екен. Арада 2 апта өтті. Қазақстандағы туыстарымыз күн сайын хабарласады. Бәрі алаңдап отыр. Кейбірі Таиландқа келгісі келді, бірақ ешкімнің қолынан келер көмек жоқ еді. Іздеу жалғасып жатты. Ал нәтиже жоқ. Бір күні полиция бізді тағы шақырды. Бұл жолы олардың жүзінен бәрін түсіндім. Олар да шаршаған еді. Бастық ауыр күрсінді. Біз іздеуді тоқтатпаймыз. Бірақ әзірге жаңа дерек жоқ. Сол сөз жүрегіме пышақ болып қадалды. Жаңа дерек жоқ. Яғни балаларынан із жоқ. Сол түні мен ұйықтай алмадым. Терезеге қарап таңғы қарсы алдым. Көшеде адамдар өз тіршілігімен жүр, ал менің өмірім сол сауда орталығында тоқтап қалғанда еді. 3-ші апта басталды. Қолдағы ақшада азая бастады. Қонақ үй ақысы, тамақ, жол шығындары бәрі көбейіп барады. Бірақ мен елге қайтқым келмеді. Балаларымды таппай ешқайда кетпеймін дедім. Ерлан үнсіз қалды. Өйткені ол да солай ойлайтын. Бірақ шындық басқа еді. Біз мәңгі Таиландта қала алмайтынбыз. Алда бізді өміріміздегі ең ауыр шешім күтіп тұрған еді. Біз мәңгі Таиландта қала алмайтынбыз. Алда бізді өміріміздегі ең ауыр шешім күтіп тұрған еді. Келесі күні Қазақстан елшілігіне бардық. Олар бізді жылы қарсы алды. Қолдарынан келген көмекті жасап жатқанын айтты. Бірақ олардың дауыстарынан үміттің азайып бара жатқанын сездім. Арада 1 айға жуық уақыт өтіп кеткен еді. Балалар туралы бірде-бір нақты ақпарат жоқ. Бірде-бір із жоқ. Бірде-бір куәгер жоқ. Мен күн сайын балалардың суреттеріне қарап отыратынмын. Телефонымдағы галерея толған Әли мен Әлихан. Бірі күліп тұр, бірі жүгіріп бара жатыр. Бірі маған гүл әкеліп беріп тұр. Суреттерге қараған сайын жүрегім ауыратын. Бір күні Ерлан маған ауыр әңгімені бастады. Айнұр, не болды? Бізге елге қайту керек шығар. Оның сөзін аяқтатпадым. Жоқ,
Мен балаларымды тастап кетпеймін. Олар бір жерде бізді күтіп жүрген шығар. Көз жасында тоқтата алмадым. Ерлан үндемей қалды. Өйткені ол да балаларын тастап кеткісі келмейтін. Бірақ шындық басқа еді. Ақша таусылып бара жатты. Жұмыстан ұзақ уақыт сұранып кеткенбіз. Үйдегі туыстарымыз да алаңдап отыр. Бірақ менің жүрегім бәрібір келіспеді. Сол түні балалардың төсегінің жанында отырып таматтырдым. Әлидің көлігін қолыма алдым. Әлиханның кішкентай ойыншығын құшақтап отырдым. Сол кезде алғаш рет өзімді кінәлі сезіндім. Егер телефонға қарамағанда ше? Егер қолдарын жібермегенімде ше? Егер сол күні сауда орталығына бармағанымызда ше? Осы сұрақтар мені күн сайын жеп бара жатты. Бірақ ешқайсысы балаларымды қайтарып бермейтін еді. Бірнеше күннен кейін біз ауыр шешім қабылдадық. Қазақстанға оралуға мәжбүр болдық. Ұшаққа отырар күні мен әуежайда қатты жыладым. Басқа адамдар бізге қарап тұр. Бірақ маған бәрібір еді. Өйткені бұл жолы біз Таиландқа 4 адам болып келіп, 2 адам болып қайтып бара жатқан едік. Ұшақ көкке көтерілгенде мен терезеден төменге қарадым. Балаларым бір жерде, осы елде қалып бара жатқандай көрінді. Сол сәтте жүрегімнің бір бөлігі мәңгіге Таиландта қалғанын сездім. Қазақстанға оралғанымызға 1 ай болды, бірақ менің өмірім бұрынғы қалпына келмеді. Үйге кірген сайын балаларымды іздеймін. Таңертең оянғанда олардың дауысы естілетіндей болады. Кейде тіпті бөлмеден жүгіріп шығып келе жатқандай көрінеді. Бірақ бұл тек сағыныш екен. Үйдің ішін үнсіздік басып қалды. Бұрын Әли мен Әлиханның күлкісі жаңғырып тұратын. Енді тек тыныштық. Мен балалардың бөлмесін сол күйі қалдырдым. Еш нәрсеге қол тигізбедім. Киімдері шкафта тұр, ойыншықтары өз орындарында. Төсектері де жинаулы күйінде қалды. Кейде бөлмеге кіріп сағаттап отырып қалатынмын. Бәлкім бір күні есік ашылып, екеуі жүгіріп кіріп келетіндей көрінетін. Ерлан да қатты өзгерді. Бұрын көңілді жүретін, енді көп сөйлемейді. Жұмыстан келеді де үнсіз отырады. Кейде түнде оянып кетемін. Ол телефоннан балалардың суреттеріне қарап отырған болады. Екеуміз де бір-біріміздің көзімізге тіке қарай алмайтын болдық. Өйткені екеуміз де бір сұрақтан қашып жүрдік. Неге сақтай алмадық? Күндер өте берді, апталар өтті. Бірақ біз іздеуді тоқтатпадық. Таиланд полициясына хабарласып тұрдық. Елшілікпен сөйлестік. Әлеуметтік желілерге қайта-қайта жарияладық. Бірақ нәтиже болмады. Бір күні пошта арқылы балалардың суреттері бар плакаттар келді. Оларды Қазақстанның әртүрлі қалаларына жіберген адамдар басып шығарыпты. Бейтаныс жандар көмектескісі келген. Сол кезде ғана жалғыз емес екенімізді түсіндім. Бірақ бәрібір кешке үйге келгенде бөлменің бос тұрғанын көру өте ауыр еді. Балалардың 5 жасқа толатын күні жақындады. Сол күннен қатты қорықтым. Өйткені былтыр дәл осы күні төртеуміз бірге отырғанбыз. Ал биыл біз екеуміз ғана едік. Туған күні мен торт сатып алдым. Ерлан ештеңе демеді. Тек үнсіз отырды. Мен торттың үстіне 5 саны жазылған 2 шам қойдым. Біреуі Әлиге, біреуі Әлиханға. Шамдарды жаққан кезде көз жасында тоқтата алмадым. Себебі сол сәтте балаларының тағы бір жасқа өскенін түсіндім. Бірақ олардың қайда жүргенін әлі білмейтін едім. Ал бізді алда бұдан да ауыр күндер күтіп тұрған болатын. Балалар жоғалғанына 1 жыл болды. 1 жыл. Бірақ мен үшін уақыт тоқтап қалғандай еді. Күн тізбе ғана өзгеріп жатты. Ал менің өмірім сол Таиландтағы сауда орталығында қалып қойғандай болатын. 1 жыл ішінде қанша рет үміттеніп, қанша рет көңіліміз қалғанын санай алмаймын. Кейде біреу хабарласады, кейде әлеуметтік желден бір сурет келеді. Кейде біреу көргенін айтады, бірақ бәрі жалған болды шығатын. Бір күні тіпті бір әйел хабарласып, мен сіздің балаларыңызды көрдім деді. Мен сол күні түнімен ұйықтамадым. Бірақ кейін оның басқа балалар екенін анықтадық. Сол кезде тағы да үмітім үзілді. Ерлан бұрынғыдан бетер тұйықталып кетті. Үйде аз сөйлесетін болды. Кейде кешке балалардың бөлмесіне кіріп кетеді. Бірнеше минуттан кейін көзі қызарып шығады. Бірақ маған ештеңе айтпайды. Бір күні мен балалардың шкафын аштым. Ішінде кішкентай киімдер ілулі тұр. Әлилтейдің сүйікті көк жейдесі, Әлиханның қызыл күртешесі. Оларды қолыма ұстаттырып ұзақ жыладым. Себебі 1 жылдан кейін де олардың иісін ұмыта алмаппын. Түнде кейде түс көремін. Түсімде Әли мен Әлихан үйге келеді. Екеуі де күліп тұр. Анашым біз келдік дейді. Мен жүгіріп барып құшақтаймын, сосын оянып кетемін. Ал бөлме қараңғы әрі бос болады. Сол кезде қайтадан жылаймын. Ең ауыры белгісіздік екен.
Егер адам бір нәрсені білсе, оған үйренеді. Ал біз ештеңе білмедік. Балалар тірі ме? Аман ба? Бір жерде бізді есіне алып жүр ме? Әлде одан арғысын ойлауға қорқатынмын. Бір күні кешке Ерлан маған қарап, біз оларды күтеміз деді. Қанша жыл болса да күтеміз. Мен үнсіз басымды изедім. Өйткені бізде басқа амал жоқ еді. Сол түні балалардың бөлмесінің шамын өшірмедім. Бұрынғыдай жанып тұрсын дедім. Бәлкім бір күні есікті ашып кіріп келер. Бәлкім бір күні бәрі аяқ астынан өзгерер. Бірақ ол кезде бізде әлі талай жылдық күтіп тұрғанын білмедік. Балалар жоғалғанына 3 жыл болды. 3 жыл. Бір кездері маған 3 күннің өзі өтпейтіндей көрінген. Ал енді 3 жыл зымырап өтіп кетіпті. Бірақ жүректегі жара сол күйі қалды. Әли мен Әлихан жоғалған күннен кейін өміріміз мүлде өзгеріп кеткен еді. Алғашқы жылы күн сайын жылап жүрдім. Екінші жылы үнсіз қалдым. Ал үшінші жылы тағдырмен күресуден шаршағанымды сездім. Бірақ үмітімді үзбедім. Кейде түнде ұйықтай алмай кететінмін. Телефонымды алып, балаларының суреттерін қараймын. Суреттер көбейген сайын жүрегім ауыратын. Өйткені олар суретте ғана қалып қойған еді. Бір күні өзімді жайсыз сезіне бастадым. Басында мән бермедім, бірақ уақыт өте келе аяғым ауыр екенін білдім. Қолындағы тестке ұзақ қарап отырдым. Не күлерінді, не жыларынды білмедім. Сол күні кешке Ерланға айттым. Ол үнсіз отырып қалды. Біраз уақыттан кейін ғана орнынан тұрып келіп мені құшақтады. Бұл жақсы жаңалық Айнұр деді. Менің көзіме жас келді. Қорқамын. Неден? Бақытты болудан қорқамын. Ерлан ештеңе демеді. Өйткені мені түсінді. Өмір бізге қатты соққы берген еді. Сол себепті жаңа қуаныштың өзінен қорқатын болдық. Айлар өте бастады. Ішім үлкейген сайын үйдегі көңіл күй де өзгере бастады. Қайғылы үнсіздіктің орнына үміт келе бастады. Ерлан бұрынғыдай күле бастады. Болашақ туралы сөйлесе бастады. Балаға арнап заттар сатып ала бастады. Мен де біртіндеп өзімді қолға алдым. 9 ай өткен соң дүниеге ұлымыз келді. Оның атын Алан қойдық. Алғаш рет қолыма алған сәт әлі есімде. Кішкентай ғана сәби, тып-тыныш ұйықтап жатыр. Сол сәтте жүрегім ерекше жылып сала берді. Көптен бері сезбеген сезім еді. Үйге кіргеннен кейін бәрі өзгере бастады. Қайтадан бесік тербелді. Қайтадан балалардың күлкісі естілді. Қайтадан ойыншықтар үйдің әр жерінде шашылып жататын болды. Алан өскен сайын үйімізге қуаныш әкелді. Ол алғашқы рет күлімдегенде біз де күлдік. Алғаш рет еңбектегенде мәз болдық. Алғаш рет әке дегенде Ерланның көзіне жас келді. Бірақ бір нәрсе өзгермеді. Әли мен Әлиханға деген сағыныш. Кейде Аланды құшағыма алып отырып, қазір сенің ағаларында осындай болатын деп сыбырлайтынмын. Уақыт өте берді. Алан 1 жасқа толды. Туған күнін атап өттік. 2 иттар жиналды. Көптен бері алғаш рет дастархан басында күлкі көбейді. Сол беште Ерлан маған қарап, үйіміз қайтадан үйге ұқсай бастады деді. Мен үндемей басымды изедім. Өйткені оның сөзі рас еді. Сол күннен кейін арада тағы 1 жыл өтті. Тағдыр бізге тағы бір қуаныш сыйлады. Мен қайтадан аяғым ауыр екенімді білдім. Бұл жолы біз қорыққан жоқпыз. Керісінше қуана қабылдадық. Өйткені өмірдің жалғасып жатқанын түсіндік. 9 айдан кейін тағы бір ұл дүниеге келді. Оның атын Аян қойдық. Енді үйімізде 2 кішкентай ұл өсіп келе жатты. Алан мен Аянның күлкісі үйді қайтадан жандандырды. Ерлан жұмыстан асырып келетін болды. Мен де балалардың қамымен жүріп, уақыттың қалай өткенін байқамайтынмын. Бірақ кейде кешкісін бәрі ұйықтап жатқанда балалардың ескі альбомын ашып қарайтынмын. Әли, Әлихан. Жүрегім тағы да сыздайтын. Өйткені жылдар өтсе де, ана жүрегі ұмытпайды екен. Ешқашан ұмытпайды. Ал бізді алда күтпеген бір жамалық күтіп тұрғанын ол кезде мүлде білмедік. Балалар жоғалғанына 10 жылға жуық уақыт өтті. Өмір өз арнасымен ағып жатты. Алан мектепке барды, Аян да өсіп қалды. Үйіміз қайтадан шаттыққа толды. Бірақ жүрегіміздің бір түкпірінде жазылмайтын жара қалып қойды. Әли мен Әлиханның бөлмесін біз ешқашан өзгертпедік. Төсектері сол күйі тұр. Кейбір ойыншықтарды сақтаулы. Тіпті кішкентай киімдерінің біразын да тастай алмадық. Кейде Алан мен Аян сол бөлмеге кіріп ойнайтын. Ал мен есік алдында үнсіз қарап тұратынмын. Өйткені ол бөлмеде естеліктер көп еді. Бір күні Алан мектептен келді. Қолында отбасын бейнелеген сурет бар. «Анашым, қарашы», деді қуанып. Суретке қарасам 6 адам салған.
Мен, Ерлан, Алан, Аян және тағы 2 бала. Бұлар кім? Деп сұрадым. Біздің отбасы ғой. Сол сәтте жүрегім шым ете қалды. Балалар жоғалса да, біздің отбасымыздың бір бөлігі болып қала берген еді. Сол күні кешке Ерлан екеуміз ұзақ сөйлестік. 10 жыл болды, деді ол ауыр күрсініп. Иә, кейде олардың дауыстарын ұмытып бара жатқандаймын. Мен үнсіз қалдым. Өйткені мен де солай сезінетінмін. Уақыт адамның есінен көп нәрсені өшіреді екен, бірақ сағынышты өшіре алмайды. Сол түні ескі фотоальбомдарды қарап шықтық. Әлидің 4 жасқа толған күні. Әлиханның теңіз жағасында жүгіріп жүрген суреті. Олардың соңғы суреттері. Мен көз жасымда тыя алмадым. Сол кезде телефонымызға Таиландтағы іздеу ісімен айналысқан бұрынғы полиция қызметкерінен хат келді. Онда бір ғана сөйлем жазылған еді. Іс ресми түрде жабылды. Мен ұзақ уақыт экранға қарап отырдым. 10 жыл күткен істің соңы осылай аяқталған еді. Ешқандай жауап жоқ, ешқандай түсініктеме жоқ, ешқандай нәтиже жоқ, тек белгісіздік. Сол түні алғаш рет балаларымыздың табылмауы мүмкін екенін толық мойындадым. Бірақ ана жүрегі бәрібір күтеді екен. Есік қағылса селк етесің, бейтаныс нөмір хабарласса жүрегің атқақтайды. Көшеде ұқсас біреуді көрсең тоқтап қаласың. Үміт ешқашан толық өлмейді екен. Ал бірнеше айдан кейін біз күтпеген бір әңгімені еститінімізді ол кезде білмедік. Таиланд полициясы істі ресми түрде жапқаннан кейін бірнеше ай өтті. Мен бұрынғыдай күнделікті тіршілігіммен айналысып жүрдім. Алан мен Аян өсіп қалған. Екеуі мектепке барып жүр. Ерлан да жұмысын жалғастырып жүрген. Сырт көзге біз қарапайым отбасы сияқты көрінетінбіз. Бірақ ішіміздегі ауыр мұң ешқайда кеткен жоқ. Бір күні кешке жұмыстан келген Ерланның түрі өзгеше болды. Қолында телефоны бар. Жүзі сұрланып біткен. Не болды? Дедім. Ол үнсіз отырып қалды. Сосын телефонын маған берді. Таиландтан келген хат екен. Хатты бұрын осы іспен айналысқан полиция қызметкері жіберіпті. Зейнетке шыққан соң, ол кейбір құжаттарды қайта қарап жүрген көрінеді. Сол кезде бұрын назар аударылмаған бір деректі байқапты. Мен хатты дірілдеген қолыммен оқи бастадым. Онда балалар жоғалған күні сауда орталығының сыртындағы камералардан белгісіз ер адамның бірнеше рет көрінгені жазылған. Ол адам балалар жүрген жақтан бірнеше рет өткен екен. Бастапқыда оған ешкім мән бермеген, өйткені дәлел жеткіліксіз болған. Бірақ кейін бірнеше бейне жазбаны қатар қарағанда күдік туындапты. Куәгерлердің бірі де осыған ұқсас нәрсе айтқан екен. Оның сөзінше, балалардың жанында жас үлкен ер адам жүрген болуы мүмкін. Тіпті балаларға тәтті немесе кәмпит ұсынып тұрғандай көрінген. Бірақ ешкім оған нақты дәлел келтіре алмаған. Сондықтан бұл ақпарат ресми құжаттарға енгізілмепті. Хатты оқып болған соң біраз уақыт үнсіз отырдым. Жүрегім тағы да ауырып кетті. Өйткені арада қанша жыл өтсе де, бәрі қайта басталғандай сезілді. Хаттың соңғы бөлігінде тағы бір мәлімет жазылған еді. Белгісіз ер адамның көлігі қала сыртындағы орман жаққа қарай кеткен болуы мүмкін деген болжам болған. Ол орман туралы жергілікті тұрғындардың арасында түрлі әңгімелер айтылатын көрінеді. Қалың ағаш, шатқалдар көп. Кейбір бөліктеріне адам аяғы сирек басады. Тіпті жергілікті адамдардың өзі жалғыз барудан қорқатын көрінеді. Бірақ сол жылдары полиция ол жерде де тексерген. Арнайы топтар барған, іздеу жұмыстары жүргізілген. Алайда ешқандай нақты айғақ табылмаған. Сол себепті бұл нұсқада дәлелденбеген болжам ретінде қалған. Мен хатты жауып қойдым. Ерлан терезеге қарап тұрды. Бәлкім солай болған шығар, деді баяу ғана. Мен жауап бере алмадым, өйткені 10 жылдан кейін де біздің қолымызда жауап жоқ еді. Тек сұрақтар ғана қалған. Сол түні ұзақ уақыт ұйықтай алмадым. Терезеден қараңғы аспанға қарап жаттым. Әли мен Әлихан 4 жаста жоғалып кеткен еді. Ал қазір олар тірі болса, бой жетіп қалған азаматтар болар еді. Бірақ олардың тағдыры біз үшін әлі күнге дейін құпия болып қалды. Ал ертеңінде мен күтпеген бір шешім қабылдаймын. 10 жылдан астам уақыт бойы жүрегімде жиналған ауырлықтан арылғым келді. Ерланға қарап. Мен Таиландқа барғым келеді дедім. Ол үнсіз басын изеді. Қарсы болған жоқ. Өйткені менің не үшін барғым келетінін түсінді. Бірнеше аптадан кейін мен қайтадан сол елге аяқ бастым. 10 жылдан кейін. Бірақ бәрі кешегідей есімдеді. Әуежай, көшелер, қонақ үй. Тіпті ауа райының иісіне дейін таныс болып көрінді. Жүрегім қатты соғып тұрды. Мен балалар жығылған сауда орталығына бардым. Ғимарат әлі тұр. Адамдар баяғыдай көп.
Бәрі өз тіршілігімен жүріп жатыр. Ешкім менің жүрегімде қандай дауыл болып жатқанын білмейді. Мен дәл сол жерде ұзақ тұрдым. Балаларымды соңғы рет көрген жерге қарап тұрдым. Көзіме жас келді. Сосын 2 ақ гүл сатып алдым. Бірі Әли үшін, бірі Әлихан үшін. Гүлдерді қолыма ұстап отырып, балаларым, мен сендерді әлі жақсы көремін дедім. Даусым дірілдеп шықты. Мен сендерді ешқашан ұмытқан жоқпын. Көз жасым тоқтамады. Кешке қарай теңіз жағасына бардым. Күн батып бара жатыр екен. Толқындар жағаға соғылып жатыр. Сол жерде ұзақ отырдым. Өмірімдегі ең ауыр жылдарды есіме алдым. Іздеу, күту, үміт, көз жасы. Бәрі көз алдынан өтті. Сосын бір нәрсені түсіндім. Мен балаларымды ұмытпаймын. Ешқашан. Бірақ өмір бойы сол қайғаным ішінде өмір сүре алмаймын. Өйткені үйде мені күтіп отырған адамдар бар. Ерлан бар, Алан бар, Аян бар. Олар да менің махаббатыма мұқтаж. Келесі күні Қазақстанға қайттым. Үйге кіргенде Алан мен Аян жүгіріп келіп құшақтады. Сол сәтте жүрегім жылып сала берді. Өмір бізден көп нәрсені алып кетті. Бірақ бізге жаңа қуаныштар да сыйлады. Сол түні балалардың ескі суреттерін тағы бір рет қарап шықтым. Әли, Әлихан. Мен суреттерді сипап отырып жымидым. Көзінде жас тұрды. Бірақ бұл жолы жүрегімде тыныштық бар еді. Өйткені ана жүрегі ұмытпаса да, өмір сүруді үйренеді екен. Ал менің қос құлыным менің жүрегімде мәңгі қалады. Әли мен Әлиханның тағдыры туралы сіз не ойлайсыз? Олармен не болған болуы мүмкін? Пікірге өз ойларыңызды жазыңыздар. Арнаға тіркеліп, келесі әсерлі оқиғаларды жіберіп алмаңыздар.